АЭС табиғатқа еш залалын тигізбейді. Бұл сарапшылар пікірі. Зерттеу көрсеткендей, бір АЭС жыл сайынғы орта есеппен 20 миллион тоннаға дейін көмір қышқыл газы қалдықтарының алдын алса, 1 келі уран 100 тонна көмір немесе 60 тонна мұнайға тең энергия шығарады екен. Қазір 27 елдің ішінде бірінші АЭСті салу бойынша 17 мемлекет қатарында Қазақстанда бар. Елімізде көмір мен газ энергия көздері қолжетімді, бірақ олар ауаға көміртегін көп мөлшерде шығарады. Экологияға жағымсыз әсерін береді, ал атомдық электр станциясы тұрақты және таза энергиямен қамтамасыз етеді. Атом электр станциясының салынуы елдің энергетика жағынан тәуелсіз болуын көздейді дейді мамандар. Қазіргі алып отқан электр энергиямыздың 70%-ын жуық дейік, өзімізде өндіргеннің өзінде оған қаншама мысалы мұнай, қаншама көмір, қаншама газ жұмсалып жатыр, осының бәріне ауаға қанша зиянды кес заттар жұмсалып жатыр. Сол себептен бұл АЭС салынса, біздің сырт жаққа көптеген мұқтаждығымыздан ажыратар еді. Атомдық электр станциясын салу туралы халық арасында әртүрлі пікір айтылып та, ел ішінде оның құрылысына күмән келтіріп жатқандар да жоқ емес. Бірақ та қазірде дамыған заманда станцияның салынуына барлық сақтық шаралары толық қолданылады дейді мамандар. Дәулет Акимов, Аружан Меркібай, Елдар Түстікбай, 24 News.